Қайырлы күн, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және оның қонақтары. Онлайн күлкі кубогіне қош келдіңіздер дейміз. Құрметті Әділқазылар алқасы, бүгінден залда осындай кереметті біздің көрермендеріміздің жоқ болған себебінен сіздерді және теле көрермендерді біздің командаларды қолдап отырсаңыздар деген өтінішіміз бар. Ондай болса, ойынымызды бастаймыз. Осындай керемет жайдарман күлкі кубогының өтуіне өз ықпалдарын жасаған үшін Шымкент қаласы ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасына және де жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Ондай болса, ойынымызды бастамай тұрып, құрметті Әділқазылар алқасы, бізде бүгін 11 команда сахнаға шығады. 12-ші әрине сіздермен біздің көрермендерді және командаларды таныстырғым келіп тұр. Ардагер жайдарманшы, қазіргі таңда көптеген проекттерде жүр, Қуатжан Базарбаев. Өзі блогер, талай жобаның авторы, мың деп ойлап жүрген. Менің досым, Фейсбуктың принці, бір сөзбен айтқанда, Олжас Мамыр. Менің командаласым былай тұрсын, менің капитаным, көз тимесін КВН командасының капитаны, Азамат Садуақасов. Және біздің жаңашырымыз, біздің ағамыз, біздің бауырымыз, КВН-ның осындай керемет дей жаңашыры Мұрат Жолдықожаев мырза. Ондай болса, құрметті телегөрермендер және біздің Әділқазылар, ойынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ойынымыздың алғашқы болып бастайтын еркін құрама мега жайдарман тобы алдарыңызда. Бүгінгі ойында жайдарман керемет, командалар дайындалып жатыр артында. Бірінші орын 300 мың, екінші орын 200 мың, үшінші орын 150 мыңды бұйырса алатын шығармыз, болмаса үздік ойыншыны алсақ та бізге жарайды. Ол болмады деген кезде алғыс хатпен қайтып кетсек, ол да болатын шығар. Қазылар алқасы 4-ақ, 4 түгел болса. Ұйқасқа жоқпыз. Қайырлы кеш, Шымкент! Құрметті қазылар алқасы, біздің команда өте ерекше команда. Әдемі, сүйкімді, онша емес команда. Мысалға біздің командаға Асыл дым ренжімейді ғой. Мысалға Асылды қылқындар боласың да? Міне, ренжідің ба Асыл? Жоқ, өйдәке, не үшін ренжеймін? Қылқын бағалы біраз болып еді, жақсы қылқындырады. Міне, көрдіңіздер ма? Міне, сотыңды берші, телефоныңды берші. Міне, телефон сындырып тастадың, ренжідің ба Асыл? Жоқ, өйдәке, дүние ғой, не үшін ренжеймін? Еркек қона, мужик қой. Айтпақшы сен ойынның алдында Инстаграмға пост алдың ғой, білесің ба? Соған мен лайк басып кеттім. Бүйтіп араласпақ қой. Болмайтын нәрсе. Жайдарман болғаннан кейін негізінде біз ойнаймыз. Мін, жұмыртқа. Байқадыңдар ма? Нені? Тез байқайтынымды. Жігіттер, сендердің ойындарыңа қарап, мен қарным ашып кетті. Дұрыс ойнап отырық қой, не болды? Жоқ, ойнауын ойнап жатсыңдар, бірақ бәрі қарным ашып тұр ғой. Жоқ, сіз біздің ойымызды ортадан кеп бұзатын кімсіз үшін? Мен сендерді қарадым, сендерге көмектесетін көркемдік жетекші Пьер Крисковякпын. Пьер. Пьер жібере ме? Ой! Жаман, қатты ойнат отырмын ба? Художник? Вот міне. Соңғы сөзді айтқан гетеросексуалды сүлік атын кім? Асыл. Асыл, пожалуйста. Асылдың әкесі тарихшы. Сондықтан Асыл тротуар жолымен емес, Есімханның ескі жолымен жүреді. Ал бұл Абылай, бер тұр.
Абылайдың мамасы колбасный цехта, әкесі моргта жұмыс істейді. Сондықтан Абылайдың дастарханында колбаса мен өлген атаның саусағы тұрады. Так, алып жібершін. Иә, КВН. Сендер әлі тұрсыңдар ма? Бастаймыз. Олай болса, ойынымыздың басын Нұрсұлтан Назарбаев ешқашан айтпаған сөзбен бастаймыз. Олжас кепсің ғой? Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Көз алдымызға елестетіп көрейік. Кәмшат Жолдыбаева автобуста кондуктор болса. Келесі аялдамада түсетіндер бар ма? Жоқ, біз до конца, до утра! Өте еріншек, шаштарас. Ассалаумағалейкум, маған шашымды алып бересіз ба? Нормально тұр ғой? Рахмет. Белгісіз бір тренингтен шыққан ағамызбен сұхбат. Саламатсыз ба? Осыған дейін қанша таптыңыз? 50 мың. Қазір қанша табасыз? 30 мың. Не үшін түсіп кетті? 20 мың сіздің курсыңыз кетті. Ақшамды қайтарыңыз аға. Қазір барлығы жаңарып жатыр. Сонымен біздің нұсқамыздағы жаңартылған алфавит. Сонымен алғашқы әріпіміз. А, кім деп ойлайсыздар? Асан Пердешев. Дұрыс емес. А, адам. Келесі әріп. Б, не деп ойлайсыздар? Байқоңыр. Дұрыс емес. Б, біреудікі. К, КВНчик. дұрыс емес. К, кто это? Азамат Садуақасов. Келесі әріп. Да, не деп ойлайсыздар? Дарабоз. Дұрыс емес. Да, диплом. Шымкенттің университеттерінде. Келесі әріп. Г, Гарант қой. дұрыс емес. Г, гоп-стоптан шыққан телефондар. Келесі әріп. О, Қ, не деп ойлайсыздар? Қыдыратын жер. Дұрыс емес. Қ, қолы бостар жүретін жер. Келесі әріп. Т, Танымал шоу. дұрыс емес. Т, түбегейлі жойылсын. Алып тастайықшы. Келесі әріп. Х, Хатико. Не істейсіздер? Скорый күтесіздер, Келесі әріп. Ш, Шырайлы Шымкент. дұрыс емес. Шіли әдемі Шымкент. Құрметті қазылар алқасы, негізінде ойын соңында артымыздан 80 адам шығып флагпен, керемет сөздермен кету керек еді. Сосын мына жерде шетте дауысы әдемі филармонияның қызықтыру керек еді. Мәке, сіздің алдыңызда қойдың басы тұру керек еді. Сіздердің алдарыңызда кәдімгі 5 бармақтар тұру керек еді. Тоқта, 5 бармақ тамақ емес. Жігіттер, ледпен іріп, шіріп, мына ойында ештеңе аламайсыңдар сендер. Сендерге сыни ойлау керек. Мысалы, неге шілдехана шілдеде болмайды? Мысалы, кейбір қара көздердің көзі көк. Көрдіңдер ма? Сарағаштың ағаштары қоңыр. Ордабасыда ешқандай бас жоқ. Жеттандырда үш-ақ тандыр. Крытый рыноктың төбесі ашық. Сосын мега туалетке баратын жер емес. Мега. Бүгінгі ойыннан сәл-сәл үміті бар команда. Рахмет, аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мега жайдарман тобы, мега центрдің рухани байлығы. Рахмет. Әрбір шаңыраққа береке, әрбір күнің болсын мереке, кейбіреулер сөйлейді бірден кетті. Көп рахмет. Қошеметте отырыңыздар, құрметті әділ қазылар алқасы. Алдарыңызда болған мега еркін құрама, мега құрамасы ешкімге алғыс айтпайды екен. Өздері кепті. Ондай біз ары қарап жалғастырамыз. Осындай еркін құрамалардың бірі бүгінгі ойындағы жаңадан ғана құрылып, бар ойнағаны өз 2-3 ойын болса да, жақында Астана қаласында өтетін Премьер-лига ойындарының іріктеуіне жолдама алған Самал 3 жайдарман тобы. О халқым, ел басына күн туды. Батырлар, қайдасыңдар?
Шықпайсыңдар ма? Мына железный человек немеге жүр? Анияға тұр. Шірімей, мен яқа тұрса, Касым Жолбаров киіп алып, салиды жүр. Бағыл екен. Мына музыкант не қылды бұнау? Газап қой, газап. Шірітті ғой ойындың бәрін. Пайда шыққанда қоймай ма негіз? Тойда туш қойып жүрген бәлеу деймін, явны бұл, че? Дұрыстап қой. Ерке болан. Анау шеттегі жігіт бар ғой, түрі таныс. Касым Жолбаров киіп тұр ғой. Қазір амандасады, қарасай. Ассаламу алейкум. Біз мынау Самалыш деген районның атынан кезінде нормально жүрген жігіттер кеп қалдық Жайдарманға. Серьезно, біз нормально жүргенбіз. Мынау да жүрген, ар жақтағы да жүрген. Нау жүре алмады бірақ. Машина қақып кетті. Машина қаққанда да Нива қақты да бұны. Дұрыс па? Кім? Бәке, күлдірші не қақты? Біз не ап жүрік бүгінгі ойында? Түсінбедім. Не ап жүргенде мына кім Мәкең күлік көгін беріп жатыр ғой. Жақсы ғой. Зор беріп жатыр. Ойнайық, күлейік. Бір тешкі тықшы дедім ғой саған. Тешкі тықсай. Күлдірсей. Вакцина салдырғандар кетіп жатыр дейді ғой ар жаққа. Мынау әлі жүр. Мынау кетер емес. Күлмейді ғой. Ағатай, мен... Ой, айт. Марат Достайтын двойнигім деп айтсай. Ағатай, мен кетпеймін, Марат Достайтын двойнигімін. Динозавр. Сен кім двойнигім дейсің? Марат Достайтын. Ана кісін. Ол сен қасында модель ғой білесің ба? Қарасай. Ән, ойбау, қиылып тұр ғой. Айтпақшы, қуаныш жаңалық жігіттер. 14 алдым. Четырнашка. Автомат па, механика ма, тамыр? Механика? Соны автоматқа ауыстырып алсай? Десей. Немеге? Ана Цой деген коробкішік шығып жатыр ғой қазір. Бәрін ауыстырып жатыр дейді, тегін. Қойш, дым істей алмайды сол. Цой деген бар ғой. Істеттім ғой мен. Қисық сақ қойған ба бір бәле. Жүрмей күйдірді ғой да. Сен сөйлейсің, Жігіттерден да. Тоқта, бір мен. Суаменте деген музыка бар, 7-ші тұр қоясаш. Қойсай. Өлеңді ажыратамай ма бір бәле ғыну? Дальше. Жігіттерден да осы маған 35-40 жастағы әйелдерін айтты. Немеге? Просто асыратта сен екеуін қыздар қарамайды ғой дейме? Нау маған айтып тұр ма? Екеуміздің арамызда адам жоқ қой, өлтіріп қоям ғой сені. Түсінің ба? Еркебұлан бара берші. Ерман қажет жоқ, не қыласың? Біреудің баласы ғой. Қажет жоқ, обалына қаласың бекерге, тамыр. Тұршы. Тұр былай. Не болды соншама қазақ фильм, кинолар ұқсап ойнатып атсың оны? Үйтіп ойнатпа. Біз әшейін әңгіме айтамыз. Сен де қорып қой тұр. Түсінің ба? Нау мен негізі шынмын. Наның сөзінің жаны бар. Мен қоғамға ренішім бар да. Нау қыздар өздеріңіз айтасыздар, бізге внимание керек деп. Вниманияны беретін мына біз толықтар. Мына арықтар бабник болып келеді. Дұрыс па? Дұрыс. Біз ғой вниманияны беретін. Нау Шермом тұр, Мәкең тұр. Дұрыс па, Мәке? Нау ойынды бітіріңдер. Болмайды нау. Бітіргенде қалай бітіресің, тамыр? Бір үйі баларлық, бір мағына бермедік қой халыққа. Беріп көрсей. Бергенде мынау қалың көпшілік, мына өмірде жалпы ешкімге қатты көп сене берудің қажеті жоқ. Күн батқан кезде көлеңкелеріңізді таппай қаласыздар. Сондықтан да Хәкім Абай атамыз айтпақшы, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қоулық сақтап. Өзгеге емес өзіңе сен алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Музыка қойсын ба? Қойсын да? Қой. Общым сөзіміздің соңын тірлікке алғаш рет барған 2-3-тердің сөзімен аяқтаймыз.
қашпа Қашпа! Қаңғын бабасы! Жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінен келген саяхатшы Дара Жайдарман тобы. жазайық толқынмен тербеліп күн сәулесі ыстықтап денем жайдарман ойнауда сахнада қаншама ұл мен қыз ойнатуда аттану жиі сапар алыс хабарлаймыз бір сәт жалғыз кемеде жүзіп келеміз бесеміз мен сен шілде маусымдамыз ұмытылмас күннің суытылмас әзілмен ойнаймыз тек сіздермен қанекей қошемет тек біздермен ендеше қарсы ал жаңа құрама саяхатшы Дара сахнада саяхатшы Дарада ойнаймыз бәріміз ендеше қарсы ал жаңа құрама. қайырлы күн көрермен. Қандай көрермен? Бүгін отырған мына 5 кісіге ғана ойнаймыз. Оларға не ұнайды? Оларға саясат ұнайды. Мысалға биыл депутаттарды оқытуға 647 миллион бөлініп жатыр. Мысалға осы тұрғанда осы төртеуміз платный оқимыз. Бізге платныйдың ақшасын төлеп берсе, біз болашақ депутаттарды оқытамыз. Яғни біз болашақ ұстаздармыз. Жігіттер, біз осылай үндемей тұра береміз ба? Өлә Жансая, айтсам өсек болады, бірақ мен ұйықтағанда көзім жұмып ұйықтаймын ғой. Команда қыз болсын, осы ғой. Еще сен әзілің қалса, туа ғой, вайн сияқты. Онша емес. Сонда сендер қыздарды вообще ойнай алмайды деп тұрсыңдар ма? Кеткенсің ғой. Рамазан, осы мен болмасам, ораза айының біткенін де байқамайсыңдар. Көрініп тұр ғой. Ораза қалай бітті? Сен сияқтылар қаптап кетті ғой. Қалай сонда? Мысалы, оразада сендер үйлерінде ауызбек жатыңдар, қалай бітті? Уже көшеге шығып құлпырып жатсыңдар. Осындай көңіл күймен біз кеттік. Ватикан елінде такси тоқтатып тұрған жігіт. Такси. Аға ішіге 500. Сонымен тамашалаймыз. Өзімізге белгілі, мектеп оқыған кезде мұғалімдеріміз ұялы телефонымызды алып қоятын. Дәл сондай жағдай, бірақ ерсілем кеткен мұғалім. Қуаныш телефонды алып кел. Айбай оп болма. Кейбір адамдардың өмірінде осындай қызықты жағдайлар өтіп тұрады екен. Жігітте, естеріңде болсын. Ешқашанда қыздардың атынан жүгірмеңіздер. Қыз деген гүл, гүл деген шөп, шөп деген көп. Автобус қыздар сияқты. Біреу кетті ма, екіншісі келді. Ладно, екіншісі өтті. Үшіншісі келді. Бірақ ешқашанда жүгірмеңіздер. Қуаныш, саған қызын соғып жатыр. Алло, Жан, түсінші мені. Өйтіп айтқан жоқпын, сен жақсы көрем ғой, Жан. Таста ше-май. Ойынымыздың соңын. Біз болашақ ұстаздармыз. Құрметті әділ қазылар, сіздер кезінде мұғалімнен жаман бағалаған кезде артынан балаға түзу айтқан шығарсыздар, боқтаған шығарсыздар, артық сөйлеген шығарсыздар. Ойынның соңында баға қояр кезде біз сіздер біздің ұстаздарымыз екендеріңізді естерінен шығармаңыздар. Сіздермен бірге болған Мұхтар Әуезов университетінен келген саяхатшы Дара құрамасы. Кездескенше. Дара, сен дара, жүректе өзің ғана. Онда болса, құрметті әділ қазылар алқасы және телекөрермендер, ойынымызды ары қарап жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінен келген оқымуда оқимыз Жайдарман. Құрметті әділ қаза алқалары. Бүгінгі ойында көрермендер болмағаннан кейін ба, өзімізді бір түрлі сезініп тұрық. Сен негіз қуансай. Бүгінгі ойында көрерменнің болмаған дұрыс болды. Қазір ойында бір шіріп кетіп, өртеніп кеткен деген далаға шығарсып, негіз біз айырып тастатына жюри бермей қойды, ғайбатшы айтып кетуге зор да. Жігіттер, дұрыс іске көшік та.
Айтпақшы, есіңдер ма, биылдан бастап Қазақстан мектептері 5.90 оқитын болыпты. Дұрыс, мына 5 уақыт оқығанның ешқайсысы қорбап жүрген жоқ қой. Жігіттер, бүгінгі ойында бір түрлі болып тұрған себебім ше, басқа сияқты. Өткенде оразада 5 күн қарыз болған еді, ай содан ау. А чо, сендер де қарыз боласыңдар ма не? Күйіп пісі ойнаватсыңдар. Бірдеңе ұтамыз деп тұрсыңдар ма? Вообще, қоям бай құса ойнасыңдар. Нан жоқ қой сендерге. Хотя бы 3-ші орын аламыз деп үміттеніп тұрған шығарсыңдар, үміттеріңді үзсеңдерші. Ойын біткен соң, ары кетсе, ойынға қатысқаны үшін деген грамота береді сендерге. Оның өзін списке қарап отырып, атын жазбай бере салады ғой. Негізі бұндар политика ғой. Бізге берілгені 3 минут. Қаяғына жеткізінші минутты. Негізі біз орыстың квеншіктер ұқсап ойнамыз керек қой. 25-30 минут. Масиковтың кабинетінде бір кнопка бар екен. Қандай кнопка? Қызыл кнопка. Сол кнопканы басса, ешқандай әзіл өтпейді. Вот. Бағаналы бері байқап жатырмын, сендердің әзілдерің вообще өтіп жатқан жоқ. Біреу кнопканы басып қойған. Негізі бізді спутниктен қарап отыр. Қалай қарап отыр ол? Спутниктен қарайтын, әрқайсының телефондарында камера бар ғой, соның ішінде тағы бір камера бар. Содан бізде қарап отыр. Алдама, сенбеймін мен? Өй, сенбейсің ба? Міне, политика. Қандай политика бұл? Сен телефонын сындырамыз деген политика. Міне, шеттен шығып күлдірем деген балалардың түрі анау. Еще оны өз ойынға 5 минут қалғанда келді. Аға күлдіретін едім деп. Өнердегенім ғой енді. Бір өзінің 2 минуттық миниатюрасы бар екен. Соны асықпай, байыппен, сабырмен тыңдайық. Кеттік! Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Қайырлы күн достар, сонымен көреміз, өте жұмот сатушы. Сдачаңыз 1500 теңге алып, бәріне сағыз бере салайын ба? Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған. Жалғастырамыз достар, жұмыс орнында айнасы жоқ, шаштараз. Ағана шашыңызды алып болдым, басыңыз сипап көріңіз, қалай нормально алған ба? Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған. Көшеде осындай да жағдайлар болады екен. Аға бір 50 теңге бересіз бе? Нан алайыншы деген ғой. Бермеймін, қазір барасында ара қаласың сен. Жоқ, братым, араға қойды, просто закус қылайық деп. Қараңдаршы, бүкіл әзілді өзім ойнағандай ортасына тұрып алғаным ше. Негізіна біздің ректор, мынау сияқты әйел кісі. Бізге күнде айтады, қашан кубок әкелесіңдер, қашан мен қолым ұзарады дейді. Одан кейін, құрметті достар, бізде команда бар, сіздерде кубок бар екен. Біздің команданың көзі сіздердің кубоктарыңызға түсіп жатыр. Енді бүйтіп қарап тұрсақ, ойынға келген команданың басым көпшілігі кішкентай болар екен. Ертең кубогым қайтып келіп қапты дейтін әңгіме керек емес. Одан кейін бізде простой емеспіз, бізде бір өнген, өскен филиалдан келіп жатырық. Біздің техтің өзінде Алматыдан, Астанадан кубоктар бар. Қазір бәрі бірге тату-тату тұрып жатыр. Сіздермен бірге болған оқымуда оқимыз. Жылама, махаббат, жылама, саған жылауға болама. Рахмет, алдарыңызда орын оқымызды оқимыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті басшылығына өз алғыстарын айтады. Ондай біз ары қарап жалғастырамыз. Академик Әбді Мұса Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінен келген Абырой Жайдарман тобы. Фантазиясы өте нашар бала. Ей, мына маска шоудағы бүркіт бар ғой, сол Марат аға деймін, шынымен айтамын. Ерлігі түсінген! Тап-тыныш, кайф, тап-тыныш, өзіңмен өзің ойнай бер. Де ойнататын ойын емес, өзіміздің қазылар алқасы, емін-еркін ойнайық. Мысалы, қазақта сөз бар. Сөз болғанда өлең ғой ол.
шыңылдай бердің. Сөз болғанда өлең ғой. Айтады ғой. Әлемнің қанша сұлуын жинасаң да, анамның күліп тұрған бейнесіне жетпейді дейді. Не деген керемет сөз, а? Бірақ ше жігіттер, менің мамамның түрі онша емес. Шынымен, күлсе біртүрлі болып қалады да, мына әжім түскенде уже картеген ғой енді. Сондай да, одан Марат ағам әлде қайда деймін. Күліңіз жаға, қарасаңшы, не деген сұлулық міне да? Көрдіңдер ма? Cette fois c'était la dernière. Жігіттер, нап үндемей қалдыңдар, а? Кубок үшін барынша мамамды кетірдім мен ана жақарай Марат аға жылжи беріңдер. La chance que vous avez. Жігіттер, Асқар тау жайлы әңгімелеп ары қарай жалғастыра кетсек. жігіттер, осы мен әкем бар ғой, күніге ұрады бар ғой, үйге барсам ұрам деп отыр. Сонда да әкеміз Асқар тау ғой. Сенің әкең сондай ма не? Менің әкем сондай ішіп алса келеді да ұра береді. Бірақ сен айтпақшы, әке Асқар тау деген бар. Жігіттер, немене өлі ғой? Сендер әкелеріңді ауыстырасыңдар ау? Бір жақсы таулардан ұстап алсаңдаршы қазір зор әкелер бар ғой, неше түрлі. Мысалға мен өзім жылына 3-4 әке ауыстырып тұрам. Өлі ол маманың қателігі ма? Мамаға байланысты ол айтпақшы. Жігіттер, сендер әкелерің сондай ма? Мысалға менің әкем бар ғой, өзім әкем, менің әкем жоқ, мен не істеймін? Өліп қалған ба? Білмеймін, жоқ қой. Неге? Осыдан 15 жыл бұрын жігіттер, мен Хатико деген кино көргем. Сол Хатико деген киноны көріп отыр, мен қатты жылағам. Сол әкем айтты, ана итті асырап алайықшы деп, әкемді сол жаққа жібердім. 15 жыл болды, әлі жоқ. Жайшама не үшін жоқ енді ол кісі? Қуады ғой, бір кетті кетіп қалған ғой, жынды ғой, шама жетіспейді да. Әке Асқар тау деп атсыңдар ма? Менің Асқар тауым, Марат аға. Кәні? Жоқ. Марат аға, маған бәрібір. Маған әкем кубок беріп жатқан жоқ. Қатты кетіп қалған жоқсың ба? Маған бәрібір. Әкем тем более Хатиконы іздеп жүр. Енді Марат аға болғанда, енді бүгінгі ойынды Марат аға емес ма? Қазылар алқасы шешеді ғой. Қазылар алқасы шешеді ме? Оны қайсыңыз Асқар тау баба, желание бар конкретно. Жалпы енді жаңадан бері Марат аға жайлы әңгіме айтып жатырық қой. Бүгінгі ойында біз жеңімпаз боламыз жігіттер. Уайымдамаңдар. Бейғам, емін еркін ой. Айтсай, не үшін? Мына есіктің алдына шығып қалсам, жаңа мына төртеуі залды айырады. Біз айтып жатыр ма? Әзілдері мықты деп бізді мақтап отыр. Біз төртеуіміз айтып жатыр ма? Осы төртеуіміз айтып жатыр. Енді сондықтан Марат аға сіздің сөзіңізге де сәйкес болсын. Бекжан, өзің дәлелдеп тастап. Бұрынғы заманның өтігі түкіре бермеңдерші, өзім қыз балам деп айтады. Үшеуміз дейікші мейлі. Үшеуміз. Яс? Баяғыда бір орманда қоян мен бір тауық келеді. Мақұл, мен айта берейін жігіттер. Бірдеңе қыңдар. Анау андай тышқан болады, крыса жаңа том жері ше. Сол түнделеп жүріп қалады ғой, түнделеп жүріп қалған тышқан мышықтармен жақсы араласады дейді. Жаңа ойлашы, мышықтармен жақсы араласады деген. Неге күлмей жатсыз, түсінбей жатсыздар ғой, мынандай айта, тышқан ғой, тышқан. Төлмен жүреді да жаңағы. Амың-жымы бірді жаңағы жүгіріп жүреді жаңағы, мышықтармен жақсы араласады да. Сен болмаса өзіңдікін айтып көрсейсің. Айтайын да, қараңыздар, күлуге дайын отыр. Қазір жұрттат, дайынсыздар ба? Қараңыздар. Бүркіт бар ғой, бүркіт. Үш күлет алды, төбеде үш күлет да, сөйтеді да, жерге қарайды ғой, бұлыңғыр болады да. Сол төс қалтасынан әшкейін алды, тағы болады. Негізі Марат аға точно төртеуміз айтты ма? Біздің жанымызда миллион командасы тұрды да, соларды айтты ау деймін. Кеше алғаш рет қызбен жолықтым жігіттері. Бір ерекше сезім болды. Сендерде де сондай бола ма, Диас? Жоқ, ондай сезім бізде баяғыда болып қойған ғой. Бізде қазір вообще ондай сезім жоқ. Бүгін ойын жайлы, жаңадан бері кубок жайлы айтып жатыр. Не қыз, не дұрыс қой, сен өзің қызбен жүрмегенде болмаса, сен де жүргесің ғой. Мен қызбен жүрмегем жігіттер. Қызбен жүрмек түгілі, қыздың қолынан да ұстап көрмегем оны. Қой, шынымен. Қыздың қолын ұстамаған, бірақ басқа жердің барлығын ұстағым. Жалпы құрметті көрермендер, сөз соңында бүгінгі кубок үшін өзінің ата-аналарын жамандап тастаған және де Марат ағамыздың нерв жасушалары, рахмет.
Ондай болса, ойынымызды ары қарап жалғастырамыз. Дәл осы университеттен келген академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университетінен келген Айсберг жайдарман тобы. Ая көзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалған сенің айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағымда. Қатысқан үшін деп тағы да сертификат берейін деп жатсыңдар ма? Хотя бы миллионмен суретке түсіп кетейікші. Қайырлы күн, Шымқала. Марат аға, если алда-бұлда ала алмай қалып жатсақ, мына диплом толтырып бере салыңызшы. Қыздар, бүгінгі ойында байқаусызда бір орынға ілігіп жатсақ, қайда барып тойлаймыз? Кәпеге барайықшы, кәпеге. Өшірей өнімді. Аға, осы дайындық деп үйіңізге шақырып аласыз да, маған септік қаздырып қойыз, Сымбат пен Жұлдызайды шай ішуге кіргізіп жібересіз. Ал мен септік қазып, енді бітірейін деп жатқан кезде дайындаламыз ба десек, Назым үйіңе қайта бер, бар, кет деп. Неге айтасыз? Назым, тез айш. Бұлардың ойнату шеберлігі төмен. Сен бір айтқаннан қағып аласың. Бұлармен түнімен дайындаламыз. Жалпы той дегеннен шығады, жігіттер қауымы осы үйленгенге дейін осындай қыздармен жүріп аламызды. Нақ үйленетін кезде осындай қыздар таңдаймыз ғой. Бұл қыздар таңдаған жақсы жағы да бар. Бұл қыздарды алсаң, өмірің уайымсыз өтеді, қайғысыз, кредитсіз өтеді. Бұл қыздарды алсаң, азанда турасында жаныңа бір қарап, бисмилля деп жұмысқа шығып кетесің. Ал мына қыздарды алсаң, өмірің уайыммен өтеді, қайғымен өтеді, кредитпен өтеді. Жүрген бір шығын бұлар. Қайда барамыз, қайда апарам бұларды деп уайымдап. Кәпеге барайықшы. Ендеше дәл осындай көңілмен біз жалғастырамыз. Сонымен бізден бір әзіл болсын, мүлдем асығыс жігіт көшеде. Чотам қарындас, таныспадық па? Сонымен тамашалаймыз достар. Қазіргі заманның хореографы Азамат Айталиев билей алмайтын болса. Вау, кто же это? Это же Азамат Айталиев. Сабақ аяқталды. Тамашалаймыз достар, мүлдем тілек айта алмайтын жігіт тойда. Ал досым, бақытты боласыңдар ма, болмайсыңдар ма, көресіңдер ғой, жас емессіңдер. Отбасыларында ыдыс-аяқ сылдырлап, сезімдерің суып атса, ажырасып кетесіңдер. Ал Марат аға, біздің алғыс хатымыз дайын болса, бүгінгі ойынымызды аяқтайық. Апесі бар. Япсын. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, алғыс хат үшін келген Айсберг. Рахмет. Я лечу к тебе с танцем, будто танго. Ты живешь в Испании, это далеко. Мы танцуем под дождем, как... Ну ничего, Баха. Мен шығам, и бірден келесі шығатын командадан шығарасың ғой, Баха. Түсіндің ғой, Ондай болса, құрметті Әлиқазылар алқасы, бір кісі айтқандағыдай жайдарманымызды бастайық. Сіздердің алдарыңызда еркін құрама атышулы жігіттері бар. Өткенде бір кереметтей атты осы жерден қанжылап кетіп еді. Бүгін қайтадан сенімсіздікпен аты жоқ еркін құрамасы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай?
жетеді, білесің бе жаным. Мұрат, мен сені Меккеге апарамын, расход болсам да апарам деп шештім. Міне Мәкеңді көрсем кәдімгі өлең айтқым келе береді ше. Қанша ән айтсаң да бұл кісіге аздық етеді. Бұл кісі деген нағыз кәдімгі жастарды қолдайды. Жастардың жанашыры. Жастар бір жерде шоғырланса барып, солармен бірге сенбілікке суретке түседі. Дұрыс па? Бүгінгінің батыры бұл кісі. Бүгінгінің дарасы, бүгінгінің данасы. Қандай ғана ана ту деген осындай керемет қып. Құдай бере саған жаным, жаным, жарығым. Осындай бала кімде бар, осындай бала кімде бар. Көкесінің көкесі, жаным, жаным, жаным ай. Осындай бала кімде бар. От сонша тағай, еркелет сонша. Енді жұмысы жүріп қой, бір жерге тығып бере ма деп жатырмыз енді. Қымбат достар, бүгінгі жайдарман ешқандай көрерменсіз өтіп жатыр. Біз демек 500 адамға емес, тек қана 5 адамға ойнаймыз. 5 адамға ойнамай-ақ қояйық. Төртеу ғой, сен санай алмайсың міне. Төртеуінің миын ашып не қыласың? Дұрыс па? Музыка не итаки біздің алдымызда шыққан команда шіреп іреп ол кісілерді миын ашып жатыр ғой. Төртеуін үйге алып барайық. Дастарханды жазайық. Екі жерден 5 ұрмай қояйық. Екі жерден қоя салайық болмаса. Просто 2 болса болды ғой. Дұрыс па? Шашликтен қояйық. Тағы не бар? Пашлик деген нелерді айтып отырсыңдаршы, мен жандыра бермей. Дұрыс па? Тағы бір көксе қоя салайық. Біздің үйде қасында көксе істейтін жер бар. Пицца қояйық, дұрыс па? Жағымпаздар бұл кісілерге. Қазір бізден кейін шыққан командалар шығып, массовкамен шығады қазір. Бір біле қылады, гитара алып шығады, өлең айтып кісілерді миын ашытады, дұрыс па? Үйге барайық. Ақыры барғанда үйге барып, кальян шегетіндер бар шығар. Арасында бір очкілерді магазинге жұмсап жіберейік. Жоқ, таге ол кісілер ішпейді. Мен айранға жұмсаймын осы уайымдамасай. Болмаса үлкен ересек азаматсыздар ғой барлықтарыңыз, түсінеді ғой. Бәріміз саунаға барайық. Саунаға барайық, сөйтейік. Мен де барам. Ау? Мен де барам. Жоқ, сен керек емес. Біз өзіміз терлеп сөйтіп, біз өзіміз бола берейік. Вот сіздерге чай демдеп берем, сосын терлейсіздер. Жоқ, шайсыз да терлей береміз. Шай керек емес, өзі былай терлей береміз. Қалай? Қалай болғанда енді терлейсің ғой енді бүйтіп. Карта ойнап терлеп кетеміз, карта ойнап терлейміз. Мен де карта ойнай аламын. Мынау тым түсінбейтін бәлегенше болмайды саған баруға, болмайды. Өзіміз барамыз біз. Біз өзіміз сол жерге барып, бір болмай баратса параға кіріп терлейміз. А вдруг чай ішкілеріңіз келіп қалады? А вдруг сен шақырамыз сол кезде. Айжарқын, 15 күн өтті. Өткендегі сөздің жауабын берсең, мен күтіп жүрмін. Нұржан, мен сен қызың болам, бірақ мен білесің байлыққа қызықпайтынымды. Қалмалма 101 қызғалдақ берсең болды. Ойбай, болды берем ғой. Түркістан облысында 6 дана қызғалдақ жұлған азамат 9 миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Сен 101 қызғалдақ беруің керек. 6 қызғалдағың 9 миллион болады. 101 қызғалдағың примерно қазір мен арифметикаға салып жіберейін, калькулятордегідей 101 миллион 500 мың болады. 101 миллион 500 мың сен қалың малың біраз ауданның бюджетінен қымбат болып тұр ғой. Сен кәдімгідей байлыққа қызықпайын деп қойсың, қып-қызыл бізді косякқа тығып тұрсың сен кәдімгідей. Болмайды. Ақыры ұнатып тұрған екен, осыған тұрмысқа шықшы. Нұржан, ұнамайды маған. Неменеге ұнамайды? Жалпы жігіттердің боянған, әсіресе ерін боянған жігіттер вообще ұнамайды. Жоқ, ерін бояғанда Құдай өзіңді ұрған екен ғой негізі. Қайсысы Айжарқын деп ажыратамай, мейлі, болды, сен спискте жоқсың. Болмаса битек айналайын, Ақжарқын осы жерді пайдаланып мен сен құшақтайын жел жанына құрып. Құры тұрғанша, қыпша белді ұстамағалы қанша. Ей жаным, бұл жоқ сценарийде, просто берің құшақтап атым. Болмаса битек, ақыры тұрмысқа шыққың келетін болса, кімсің? Мәкең тұр. Жайдарман филиалының директоры. Бойдақ бұл, осы кісіге тұрмысқа шық. Мәкең ұнамайды. Неменеге ұнамайды? Мәкем, мынау не бұл? Тағай, әшін ол кинодағы образ ғой. Қандай киноға түсіп болмаса битек, ақыры тұрмысқа шыққысы келген екен, бізден спискте жоқ адамдарымыз ғой, бізден былай біледі ғой бұл кісі. Қуатжан! Қуатжан бар. Бойдақ жігіт, осы жігіт. Қуатжанға тұрмысқа шықсаң өкінбейсің, арыстың азаматы, нағыз батыр, Рембо сияқты балдар туасыңдар. Жауының аяғын шақ кетіп шабатын, кәдімгі күйеуің сыртта жүреді. Сен іште шалып айтып, кір жүгіп жүре бересің. Керемет емес па? Ұнай ма? Ұнамайды. Неменеге ұнамайды саған? Ұнамайды деп сен кәдімгі қалаулы қатысың ғой, негізі жайдарма ойнауға келген адамсыз. Кім ұнайды саған? Айтшы, қайсысы ұнайды? Мәкең негізі ұялып тұрған ем. Құлаңызға айтсам бола ма? Мұрат аға? Болды. Ұялатын ештеңе жоқ Мұрат аға. Как раз осы сізді сол жайлы ойланып отырған шығар енді ішінен адам ғой. Мұрат аға болмайды. Не болмайды? Ол кісінің келіншегі бар ғой. Не алады келіншегі болса? Кімнің келіншегі жоқ қазір? Тоқалып әперейік осы кісіге. Шыңғыс ханда 500 болған дұрыс па? Мәкең 500 бір алу керек.
Қашанғы Шыңғыс ханды айта береміз, рекордын жаңартсын. 30 жылдан кейін кәдімгідей Мәкең деп айтып отырайық, Шыңғыс хан ұмытылады сонымен. Ой, Таке ыңғайға келмейді ол. Ыңғайға келеді. Елдің елеулісі, халықтың қалаулысы Нұрғали Нүсіпжанов атамыздың өз 80-ге келген шағында саналы түрде жас қызбен сондай болды ғой. Енді бұл кісі де енді екеуі ақылдасып, қазір Нұрғали ағамызбен жолығып жүр. Маған сәлем беруге, өзінің ақыл ойымен бөлісуге Мұрат інім келіп отыр екен. Дұрыс екен мінекей. Мәке, пожалуйста. Тоқалдайын, енді ана қызғалдақты өзіңіз бір біле қыласыз ғой. Ендеше анығын айтайық, 300 мың үшін кеттік. Армысыздар қымбатты достар, сонымен көрейік. Мүлдем сан білмейтін сот төрағасы. Мен сені қауын шыққанға дейін қамайым. Жалғастырамыз. Соғысқа, яғни тапсырыспен, яғни заказбен шығатын батыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Соғысқа шығып отырсыз ба? Ой, мен өлтіремін осы соғысты. Қымбатты достар, мұндай да болады екен. Азамат Сәдуақасов ағамыздың келіншегі, яғни ұлбосын жеңгеміз көкпарда. Бәрекелді, белгілі балуан Жұманазардың қошқар сәйгүлігімен айдай ару күндей көркем ұлбосын шабандоз тастады 300 мыңға. Мінекей көкпар жалғасты, көкпар жерден көтеріледі. Бұл жерде нониятты сәйгүлікпен Нариман Балғабаев көкпарды тақымына қысты. Мінекей Нариман жеңіс көкпарда не алып жүр, мен түсінбедім. Қымбаттастар, енді нағыз ересектерге арналған әзіл. Сонымен көреміз. Қазылар алқасы, яғни сіздер моншада. Мәке, отырсаңызшы. Профессионалсыз хабарлап отырсыз ғой. Үйреніп қалам ота ке. Бар таққан импровизацияға өзі болды. Әмел, Мәке, сіз не айтсаңыз күле береміз біз. Азамат, бір әріп айтыңызшы. Азамат өткеннен бері сөйлесем деп жүр едің. Қандай әңгіме? Мәке, енді шынайы әңгіме көшейік. Мұрат ағам, сіз Жайдарманның жанашырысыз, дұрыс па? Басы қасында боласыз. Жайдарманнан қазылар алқасында үнемі отырасыз. Мен енді өзім көз тимесінде ойнадым, чемпион болдым. Содан кейін анаға микрофон бір ананың рөлі келатыр ғой. Көз тимесінде болдым. Жүтелуге бола микрофон. Қуатжан, не болды? Айналайын бауырым. Мына кәләң гарч етіп кетті. Мына отырған жеріміз вообще ұнап оққан жоқ маған. Бильярдтың түрі анау киғисық, бассейннен ақсы жоқ. Бассейнде Жұманазар шомылғанын білесің, бомба ұқсап судың бәрі кет Жұманазармен бірге. Мәкен, айтайын деген, Жайдарман деген Азамат, ешкім шақырмайтын бедің? Мен бартерге суши ғана аламын, басқа ештеңе аламаймын, ренжіме. Жоқ, сен жүрсің бедің? Кеше күрескен ғой, мен сол күресте иығым шығарып алған, маған сынықшы керек болды. Сынықшы, сөйтіп айтсайшы, сынықшы болып шақырамыз. Қаншама ауданда жастар, Жайдарманның жігіттерінен көріндір. Жоқ, Қуатжан, өзің шеге берші, шекпейміз біз, соларға бір демеушілік жағынан сынықшыларым керек болады ма? Келеді, уайымдамаңыз. Қазір Адаля зор кетіп жатыр. Өзің шеге берші, өзің шеге отыра берші, ішің түтін сырдың бүтін болып отыршы, тыныш. Қыс мезгілі несің алып отырсай, тыныш. Мынау сырт жақта біздің қаншама сынықшыны не қылдыңдар? Сендер бірінші екеуің сөйлесіп алыңдаршы, кейін мен айтам, Болды, әзеке, ренжімеші, мақы сөйлесе берші. Қызықсыңдар сендер кәнде. Не болды сонша шошып, Олжас қол? Олжас қақ жүрсің? Жігіттер пардайын болып, мощный болып тұр. Мәке, парға кірек жүріңіз. Сөз соңында, құрметті Мұрат Жолдықожаев мырза, негізі сізге бір шағын ұсынысымыз бар еді. Жаңа моншада айтамыз бек, балалар жүтеліп кетерге беріп кішкене пардада дұрыс әңгіме қыламадық. Білесіз, Шымкенттің намысын қаншама жайдарманшы республикалық деңгейде қорғайды. Кейде ақсап жатады. Бұл енді жігіттердің білімсіздігінен емес, олардың бір дайындалатын жері жоқтығынан. Біз жайдарманды жақсы көргеніміз үшін саябақта, дүңгілшіктерде дайындаламыз. Біз мысалы осы команда Айжарқын үйінде дайындалдық. Бұл қай бір дайындық болады дейсіздер ғой, қыздың үйіне, дұрыс па? Сондықтан енді алдағы уақытта сондай бір керемет идея келіп жатса, жайдарманшылар үйін құрып беріңіз демейміз, сол туралы идеяны жай блокнотыңызға түртіп қойсаңыз, дұрыс па? Әдем болады. Өйткені біздің жайдарманшыларда жайдарман үйі деген жоқ. Ол бай тұрсын, біздің команданың аты жоқ. Біз командаға ат қояқ та. Таке өткенде қойдық қой, Нұр Отан деп. Болмайды ол, Нұр Отан деген кез келген жерге қоюға болмайды. Ойыннан кейін білесіңдер ме, не болған көрдіңдер ғой. Сұхбат беріп, содан ең шығып тұрған жоқпыз ба қазір. Мәке, енді болашақта орындалатын дүниелер бар.
орындалды дейік. Егер сіздің атыңыздан жайдарма орталығын құрсаңыз, біз команданың атын соған лайықтап дәл осы сәттен бастап өзгертеміз. Яғни біздің команданың аты бүгіннен бастап Мәкен құрған Жайдарман академиясының орталығы. Қысқаша, міне МКЖАО дейсіздер. Тәке ол, мынау әріптер шатасып кеп, мажоқ болып қалса не болады ол? Мажоқ болып қалса, міне мегаполистегі алғыр жайдарманшылар орталығының құрамасы дей саламыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Одан тағы шатасып, мынандай болып кетсеші бір. Қандай болып кетуі мүмкін? Мынандай әріптер, ол әріптер шатасса ода тұрған ештеңе жоқ. Қымбат қазылар алқасы, әріптерде тұрған ештеңе жоқ. Ең басы естеріңізде сақтап қалыңыздар. Мұрат Жұманазар жоқ, Азамат Қуатжан Олжас. Сіздермен бірге болған болашақтағы Мәкен құрған Жайдарман академиясы орталығынан келген Мегаполистегі алғыр жайдарманшылар орталығының құрамасы. Қымбат достар, әділін айтсаң, әдемі айтқаның. Рахмет, алдарыңызда болған аты жоқ құрамамыз, еркін құрамамыз, жалпы өздеріне қолдау көрсеткен ағаларына шексіз алғыстарын айтады. Онда біз ары қарап жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінен келген капитан Жайдарман тобы. Лично тағай ақша үшін жүр. Эй, жюри! Жаңағы Мекке тоқал бәрі өтірік. Қараңдар сіз, Жайдарман деген рахат. Сағынып қалды қой. Мына, бір жаман жері Жайдарман ойнаймыз, артынша карантин болып кетеді ғой. Жайдарман ойнаймыз, артынша карантин болып кетеді ғой. Осындай қиын сәтте бізге ойын ұйымдастырып беріп жатқан Мәкенге рахмет. Шаблауыр қойыңыздар, шаблауыр қойыңыздар. Мәкең бұл директор болғалы өткенде айттым ғой, өзгерді деп. Тіптен өзгерген, тіптен. Өткенде хабарласып Мәкеңе жолға қояйын десем, бір адресті айтты, өз іздеп жүріп зорға тауып алдым. Есікті ашып қалсам, бір құстардың дауысы естіледі, ондай бір күшті болып, торғайлар, жап-жасыл шөп, анандай жерде алмұрт ағашы өсіп тұр, алма, пальма бар. Мәкең өз андай екі талдың ортасына битіп, матамен кроват іліп қойғанда, астында мынадай домалақ болып күшті болып жатыр да. Ол қатты тербеліп жатқан да жоқ ол. Жай ғана тербеліп тұр. Андай жерде бір әдемі қыз жетіген тартып отыр. Мәкең өзі күшті киініп алған, басында ананас қалпақ. Қолында андай кокостың жартысы да, шетіне апельсин қыстырып қойған, андай қамыс түріккімен. Көзі сығырайып, анандай жерде шөптің үстінде бұғылардың сүзіскенін тамашалап жатыр. Бір кезде өсерлер жираф аулап келді. Жирафты сойды, 3-4 болып, стейк істеп, ар жақта қыздар волейбол ойнап жатыр. Ол жасыл шөп бүйтіп, шөп болып барып, ар жақ қарай құм болып, пляж болып, ар жақ теңіз болып кетеді екен да. И пляжда құмда Марат деп жүрек тұр ғой. Ана теңіздің суы деп келген сайын өшіріп кете береді да. Миллионның балдары жүгіріп келіп қайта Марат деп жазып қоя береді. Сендер ойлайсыңдар ғой, директор деген бір айлыққа қарап отырған деп. Бұл кісілердің левый қырғын ғой. Істейді ғой кәдімгідей. Байқамайсыңдар ғой сендер. Бұл кісілер, бұл директорліктен бөлек алюминий, мыс, темір өткізбақшы. Біздікі негіз ұят болды. Мәкеңнің қасында қанша жүрік та, бір сыйлық сыйланбағанбыз ғой. Енді Мәкеңе не сыйлаймыз, не ұнайтын қақтан білеміз? Мәкең негізі кітапты көп оқиды екен. Онда Мәкеңе идиот. Идиот деген кітап бар өз. Неменеге именно идиот? Не үшін именно идиот деген кітап? О, идиот деген кітапты Федор Достоевский жазған. Марат Достаев, Достаевқа Достоевский. Не үшін бүгін 4-ақ адам отқан білесіңдер ма? Залда адам жоқ қой. Карантин. Карантин. Ешкіттер. Бұның рекламасы жоқ қой. Реклама? Адамды қызықтырамайды да бұлар. Анандай реклама қып істесе болады ғой, мысалға, бір
телевизорлерде болады ғой 50 жасар үлкендеу кісі, басында шляпасы бар, қолында себеті бар, күшті болып орманда жүреді да, андай асты қоңыр, үсті қызыл, ақ ноқталары бар, грибок теріп жүреді да ол. Сөйтіп теріп алады, ва деп белі ауырып қалады да оның. Сөйтіп мынандай жері қызыл болып қалады да, сөйтіп найыз келіп жақ, хо деп емделіп кете салатын. Сосын андай рекламалар бар ғой, ана фантаны қоп қоя дегенде, кім ішпей ұзақ шыдай алады деген дейді да. Деп 2 секунд ва деп ішіп қояды екен. Сосын андай бар ғой, аулада күшті болып, семьясы балдарда ойнап атады, сөйтіп әйелі кір жеп атады. Бұл гриль пісіріп алып келеді екен да ол. Сөйтіп есінен шығып кетіп балдармен ва деп ойнап, үстіне гриль дегізіп алады да. Мына жер гриль. Сөйтіп әйеліне барып жуып бер десе, ой, не істеймін деп тұрған кезде, мына жақтан умывальник деп келіп қалады. Сөйтеді тағыны, ой, қыстың салқындығын сезін деп жуады. Сөйтіп басқа ұнтақ жуамайды оны. Ол беті бұлдыр-бұлдыр болып тұрады оның. Мына миф күшті қылып жуады да, новый футболка апшаға салады. Жайдарманға да осындай реклама керек қой. Мысалы үшін жайдарман болатын күні кім өсерді айта берейікші. Өсер адам көп жиналған жерге бару керек та, жаңағы умывальниктің киім киіп алып, жайдарман. Біздің негізі жайдарманға реклама керек емес. Карантин болғаннан кейін осы кісілердің көңілінен шығу үшін 4 кісіге бұл ойнап жатырмын. 4 кісі. 4 кісі. Ақшаны бөліп беретін 4-еу. Осы кісілер. Так, онда қараңдар жігіттер, біздер 4-еу, миллионда 4-еу. Ар жақта Төле би жалпы алғанда біз бір 50 шақты жайдарманшымыз. Ақша беретін 4 кісіні былайша алғанда 50-міз жабылсақ айырып аламыз ғой, айырып. Қойсай. Жеп қоямыз. Қуатжан ағаға бір 35-ін ба жабылса, Азекеңе 10-ы жабылса, тағы Мұрат ағаға 4-еу жабылса, ол жекеңе тиіспей қойыңдар. Сен ойнай берме, мұн жерде қандай кісілер отқан білесің ба сен? Ойбай, қандай кісілер отыр? Мұн жерде ылғи айғырлар отыр ғой. Деген. Алғашқы әзілі. Бұрындары батырларымыз соғыстан қайтқанда аптап, айлап ұйықтайтын болған. Дәл сондай батыр, бірақ әрбір ісін міндетсін қалған батыр бүгін 6-шы күн ұйықтауда. Соғысқа қатыспайсыңдар. Елді қорғамайсыңдар. Әйтеуір ұйқы бермейсіңдер, жатасыңдар әйтеуір. Жоқ, Батаган, сіздің ерліктеріңіз туралы айтып. Несін айтасың ол? Короче, былай болады ғой. Жауға аттанамыз, бәріміз батырлар болып алып кетеді. Сен жекпе-жекке шығасың деп айтып қояды. Өзім дайындалып жүрмін. Жекпе-жектің алдында салмаққа түстік батырлармен. Мен қарсыласым құтыршақ біреу екен, деп қойған. Бүйтіп найзамен түсеміз ғой бір-бірімізге. Найзасын ұшын тигізеді ғой бүйтіп. Обратно тигізесің ғой. Батыр-бұтыр төбелес басталып кетті, ажыратып жіберді. Кім ажырат? Дана Уайт деген ажыратып жіберді. Сондай екен ғой өзі. Ажырат кешке дейін күтіп жүрмін, кешке бой басталды. Басында онша емес, новичок батырлар төбелес шайқасып жатыр. Оны өткізіп көрдік. Сосын мен шықтым, жаңа басында құтырған есіме түседі ғой. Айырып алам ғой, айырып. Қуалап жүріп кигізем ғой. Сөйтіп бәрі құшақта, о, молодец деп жатыр. Сөйле дейді, не сөйлесін, шаршап тұрсын. Қазақ еліне жеңісіңді арнайын дедім да, ары қарай кеттік ауылға. Ауылда бизнесмен балдар күтіп алды. Әншілер, ары бері, о, күшті болды. Азында сол сәл денелерімді алынмай жатырмын. Сендер оятып жібердіңдер да. Кеше жекпе-жекте жеңіске жеткен батыр бар ма? Мен ғой мен. Сізді қысыны байғаны жүрілікке шақырып болды. Отыра берем ғой. Жалғастырамыз. Балалығы қалмаған ауыл әкімі халық алдында есеп беруде. Әкім мырза, жолды жөндеймін, бәрін қатырам деген қаяқтасың? Жұматай, аузыңды айыр жібереме, сен қатының әдем емес та қосады. Достар, әрбір ауылда міндетті түрде осындай өзіне көп алатын ағаларымыз болады. Негізі Путин қоңырат қой. Серьезно айтам. Путин қоңырат. Сарыағаш жақтың баласы ғой негізі ол. Нағашылардың қолында өскен ғой. Сенбейсіңдер ма? Мен жезденмен бірдей өскен ғой. Мына қара. Мынау жезден үйі, бір үй Путиндер тұрған ғой. Серьезно. Біздің жезде манты барғын алған қайтармай қойған ғой. Серьезно, ондай кішкентай кезден тайғұлындай тебіс өскен ғой екеуі. Күреске қатысқан, біздің ана Путин сәл аяғын бүйтіп басады ғой, байқайсыңдар ма? Жезде ғой. Кішкентай кезінде қадаған, серьезно айтам. Сенбесеңдер, қазір звонда Путинге ассаламағалейкум дегізейін ба? Маған бәрі дегізе салам.
ассалаумағалейкум. өтірік көп кеттік. Қайда? Мынау жайдарманды теңізде кетіп бара жатқан кеме деп алатын болсақ, достар, кеменің ішіндегі әрбір жолаушы ол әрбір жайдарманшы. Сол кеменің өз капитаны болады. Егер де жағаға аман есен жеткілеріңіз келсе, капитанды бағалай біліңіздер. Сіздермен бірге болған капитан құрамасы. Айтпақшы, жайдарман. Мен сені жақсы көремін. Ондай болса, құрметті достар, осындай кереметтей күлкі кубогының өтуіне өз ықпалдарын жасаған жандарға алғыс айтқымыз келеді. Шымкент қаласы ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасына және осындай керемет жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Кешіміз жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінен келген Төле би жайдарман тобы. Көңілдірек отырайық. Сұқтанып тұрып жанардың, сұраман неге сұрадың? Солай да солай қарағым, 30-ға кетіп барамын. Әзілдің санап барағым, қуана берме қарағым. Санаулы басқан әр ойын, 30-ға кетіп барамыз. Қуанып кейде қаламыз, қуарып кейде қаламыз. Қартайған Марат ағаның артынан еріп барамыз. Мен түсінбедім. Мәкеңді қалт айтты, кім айтып жүрсің деген? Айтты ғой, естідік қой. Кімнен? Оксана айтты ғой. Оксана? Не деді ол? Марат уже не тот деп айтты ғой. Қайгыгын шымқаға! Нұрик, сен Мәкең ренжіп қалады деп ойламайсың ба? Ой, неге ренжиді? Інісінің айтқан бір әзіл деп қабылдайды ғой. Мен Мәкеңнің қасында жүріп бір нәрсені түсіндім ғой, жігіт. Нені? Марат аға кәдімгідей Шымкенттің бір кішігірім жыды вокзал екен ғой. Ұятсыз, не айтып жатсың? Ой, келген жұлдыздардың бәрін Марат аға күтіп алып, Марат аға шығарып салады ғой. Сосын сендер әділ қазалқаларын кәсім шалбарда жалпы жұмыс бабымен көріп отырсыңдар ғой. Мен Марат ағаның қасында жүріп, бұл кісілердің демалғанын көрдім ғой. Қалай? Мысалға, Олжас мамыр ағамыз демалған кезде бар ма? Әлі газ бар маған ауылға бірінші кәлем кеп қолады ғой. Кәлем бар жерде қуатжан бір адам бар ғой. Кәлеміңді бешкән деп тартып қабет бармен далаға жүгіріп шықты ғой. Күн күркіреп жатыр ма, не қылып жатыр деп. Бұл кісілердің бір демалысының құдіреті негізі краннан ақ су ағады ғой. Бұл кісілер демалғанда краннан сары су ағады ғой. Азамат ағам астында душ қабылдап жатады ғой. Сонда бұл кісіге демалып жатқанда әй дейтін союдың әкім пәкімдегі жоқ па? Отыр ғой Олжас мамыр ағамыздың кәлем угылын ауыстырып. Жігіттер, бүгінгі ойында жеңіп алсақ, ешқандай арманымыз болмаса еді. Арман бар менде. Жігіттер, менің арманым ерекше. Мына бар ғой, бізде кешкі саябақта, кешкі уақытта Абай саябағында жүретін орыс қыздар болады ғой. Қысқа киіп алады. Наташа деген. Қолында троста кішкентай мынандай күшік болады. Алабай емес, кеш пашолай. Мәшкі кәдімгі кішкентай күшігі бар қыздар болады. Ваннада да қамайды, ана күшік бүйтіп келіп, бүйтіп қолын лапасын қояды же. Вот сондай күшік болғың келіп жүр мен. Не арман енді мынау? Армандасаңдар да адам сияқты армандасаңдар. Соны айтайын, армандай алмайсыңдар ғой, бір жақсылап армандау керек қой, адам болғаннан кейін. Мен армандайын да жігіттер. Анау бір дәу дача болады ғой. Особняк дейді ғой, особняк. Сода бір жалғыз өзі тұратын, бір жасы 98-ге келіп қалған бір орыс кемпірлер болады ғой. Соның бала шағасы жоқ, жалғыз немересі болғым келеді ғой. Неге? Қалай неге қызықсыңдар? 2-3 жылдан кейін особнякқа еге болатын адам керек шығар еді. Неге жігіттер арманмен мақсатқа көшейік. Мен бүгінгі ойында егер жеңіп ақшаны алатын болсақ, ақшаны Астанаға жетпей жатыр, бөлісіп алайық деген жоқ. Бірден сол ақшаны аламын да, отырған 4 әділ қазыланы апарып, ойыннан кейін жақсылап қаладағы ресторанға апарып, жақсылап тамақтандырам. Тамаққа тойғасын артынан не жақсы кетеді? Темекі. Бәле саған. Бұл кісілер спортқа жақын кісілер.
салауатты өмір салтын ұстанатын кісілерге темекі қандай темекі? Кальян шегеді бұл кісілер. Иә, кальянға апарам. Әдемілеп тұрып, қаладағы нөмір бірінші кальянға апарып, кальянға жақсылап отырған кезде, Мәкең Азекеңе қарап, что-то мана электриктерге шығатын болды ма дейді. Сөйтемін да, иә, электриктерге апарып, артынша Яндекс такси шақырам да, отырғызып, аккуратно бәрін әдемілеп шығарып салам деп отырмын. В общем, ақша өздерінде қалады десей? Жоқ, тағы да бір 7 жағынан ба тастайтыныз бар. Оғай болса ойынымыздың басын ащы шындықпен бастаймыз. Бізге натуре Астанаға ақша керек. Кезінде көп қыдырған қыз босаныпты, сонымен роддомның алдында. Жаным, Бека, сенен аумай қалған ұл тұлдым. Шүкір. Нағыз киллер деген ұғым ауылдан шыққан. Осы ма? Осы. Үш аяғын байлап, басын құлаға қаратындар кеттік. Кальянға қатты отырып қалған ағамыз больницада. Медбрат, мынаның капельницасын ауыстыра саласың ба? Ащы болып кетті ма? Сегіз операциясы сәтсіз шыққан хирург ағамыз 9-шы операциясын жасауда. Бірден айтайын жігіттер, қатты сен қалмаңдар. 3 жыл алдын соңғы рет Воляда жүрген кезде істегем да. Әкеш, бері қарай. Пышақ па, не бар қолында? Отвертка бар екен, отвертка. Отвертка болса, отвертканы бере сал. Так, мына жерге плоскоус керек болып тұр. Плоскоус ма? Плоскоус бар. Түрмеден қашатындай заттарымыз бар екен. Неғып қашпай жүрген? Сол қашамыз ба деп өлтіріп қойын деп атқан жоқпыз ба? Емде тез. Ауылға жаңадан түскен келін тиктокта ерсі видео түсіріп қойыпты. Бір қызығы сол видеосы WhatsApp'тағы ауыл жаңашырлары деген группаға тарап кетті. Сонымен отбасыда. Балам, ана пульт аласыш маған? Қой беріңіз, ата өзім. Ай, келін, сен отпаш. Сен отсаң тағы тиктоктағыдай киімің ауысып қысқарып кете ма? Ақыры бұндай өнерің бар екен, келген кезде айтпадың ба? Әжеңді есіктің алдына жатқызып, әуре болмайды деп қой. Ата тренд қой енді, тренд істеді қой. Тренд қой, ертең жұмада не уағыз айтам мен? Құрметті әділ қазалқалары, біз бүгінгі ойынға барлығымыз жұмысымызды жинастырып, Жайдарман үшін келдік. Неменеге міндетсініп айтып тұрсың оны? Кесең өзің үшін келдің ғой. Бәріміз өзіміз үшін келдік қой. Немене әділ қазылардың жұмысы жоқ деп ойлайсың ба? Бездельник деп ойлайсың ба? Бұл кісілердің де жұмысы бар атак. Енді біздің де жұмысымыз бар ғой. Нурик, охрана мен бизнес салыстыратын жұмыс емес. Мына кісілердің бизнестерін тастап отыр. Отбасы бала шағаларына қарамай тастап, бізге баға қою үшін келіп отыр. Кәні ойбай, халық үшін ойнайын. Бірде-бір халқың келген жоқ қой? Қатап кетті ғой бәрі. Бір фанаттарыңа дейін жоқ, білесің ба? Осы кісілерге рахмет айтуымыз керек. Осы кісілерге ән арнасақ та жарасады, білесің ба? Ән? Иә. Әділі қазалқалары армысыздар. Бейне бір жауатығын қармысыздар. Төле биге бас жүлдені беретұғын әділеттен жаралған жамбысыздар. Сіздердің адаңызда өне көрсеткен, жағымпаздануды үйренген Төле биге рахмет. Өткен ойындарда өзінің есесін жіберіп алдық деп бұл ойынға кереметтей дайындықпен келдік деген сенімменен Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы Достық Жайдарман тобы.
Кеш жарық шымқалы! Бәрекелді қымбат достар, мереке құтты болсын. Қайдадан бір жібершкені? Жігіттер, қараңдаршы, мереке, жайдарман сағындыр. Жіберген есемізді қайтаруымыз керек. Сондықтан мұна 4 кісіге, 4 Әділғазы алқасына керемет сыйлығымыз бар. Сыйлық бар ма Ғалеке бізде? Қымызымыз бар емес па? Алып келейік та онда. Міне кетті. Күйменен жіберейік. Күймен жібершкен. Бір қошемет ұрып қойыңыздаршы. Бір. Ғалеке деймін да. Не ап шығын болып, құры шығын болып қымыз беріп атық негіз біздер. Қымыз бергенде мына кісілер қазір біз ойнап болам дегенше қымызды ішіп болмай ма? Қымызды ішіп болған адам қайға жүгіреді? Сонға жүгіреді. Қандай сон? Не айтып тұрсың? Қымызды ішкен адам сәл мазаланып, қағазын алып қайда жүгіреді? Дұрыс қой, қағаз сонға жүгірмей ма енді? Не айтып тұрсың? Қандай сон? Қымыз ішкен адам шамал мазаланады. Біздің алдымызда шығып кеткен командалар не ойнап, не ойнаған білмей, милары ашып, ең соңында кім жақсы ойнады, кім шоу істеді, кім биледі деген кезде достық деп кубокты бер жерге салмай ма? Сондықтан жігіттер көзді тайдырмай. Бүгінгі ойында Ғалеке қалай болмасын кубокты алу керек. Оның өте оңай жолын таптым. Алдыңғы ойында байқадым. Бір командалар шығады дегенде, әдем-әдем қыздарын алдына қойып қояды дегенде, жюриді алдап кубокты алып кетіп қалады екен. Сондықтан мына 2 қызды бекерден бекер шығарған жоқпын. Ұлжан сен бетесің. Ана 4 кісіні көрдің ғой. Сол 4 кісіге кәдімгі көз жанарың лаулап қарап отыр. Ойынның соңына дейін саған бірдеңе қылып сынып әйтеуір кубокты беретіндей қылып қой. Мен не істеймін? Сен халықты алдайсың. Халық жоқ қой. Халық жоқ болса, ертең бұл ойынды телеарнадан көрсетеді. ютубқа шықпайды бірақ, ютубқа шығу. Онда сен артта ғана маңырап жүрген командаларды алда. Оларға дәрі бер. Басын айналдырып, дуал, жүте болмаса, Марат ағаның қасында тұрып, өзіміз емін еркін рахаттанып қыздарсыз. Ғалеке өкіметке ырза болып отырмын. Неге? Карантин басталған кезде білесіз ба? Артынан тойхананы тығып кіргізіп, ішінде пердені жауып қой, той істеп жатыр еді ғой. Байқағаным бір айалдың соңғы кезде жаман қысып тастады халық. Тойды істетпей, артынан да кіргізбей тып-тыныш болып қалды, халық басып тастады ғой. Бірақ сонда да халық молодец. Ырзамын халыққа кәдімде. Халық молодец болғанда Ғалеке. Ойлансаңыздаршы, бір айалдың ораза болған жоқ па? Бірақ сонда да карантинде халық жатқан жоқ қой. Просто бұл жерде өкіметтің бас істеп кетіп тұрған жоқ па? Оразада басып жатқан жоқ па халық? Қойыңдаршы жігіттер. Ұлжан, не алдың? Алдайын дедің ба бір? Үшеу алданды, біреу қалды. О кісі Азакеңнің алдану қиыны. Азакең деген жақында ғана Меккеге барып келген адам ғой. Аумин. Шынымен барып келген ба? Білмеймін, барсын деген ниетпен айтып отқан жанбыз. Гүлжан, сен не алдың? Мәкең дайын. Конечно дайын болады. Ол кісі деген үйленбеген, боп бойдағы адам. Бос қарсаңшы. Бой. Ғалеке бастай береміз ау. Неге? Өзім алданайын деп жатыр мен аларға чөп. Ғалеке, онда халыққа бөлінген ақша ұқсап жоқ болып кетейік. Ойбай, саясат қарыз кетті. Тамашалаймыз, егерде Марат Достаев ағамыз біздің командада ойнаса. Аза, мен на командада ойнап атым, ек қойсаң. Карантин басталмай тұрып, тойға шығып жыртып жүрген жігіттер ақшаға қатты құнығып кетсе. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Көк баротадағы әпшешкінің үйінде тойла. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Басқа тойды тойламасаң Жігіттер ренжімендер, бұяқта жаназа болып атқан. Сені көргелі, жаным қашан тебіренбеді. Сені көргелі, сезім тулап маза бермеді. Қымбат достар, сөз соңында. Енді бір керемет бағаналы бері шоу істеп жатырық. Енді Баян мен Әділғазы алқаларына керемет ән болсын. Қымбатты Әділғазы алқалары.
Жалпы достық командасы Жайдарман әлемінде ойнап жүргеніне 2-3 жылдай уақыт болды. Сонымен қатар бізде биыл ғана жақсы жаңалық. Себебі республикалық премьер-лига ойындарына жолдама алдық. Республикалық премьер-лига ойындарына жолдама алған себебіміз бізге үлкен үлесін қосқан, бізге деген өзінің көмегін аямаған Марат Қамбарұлына алғыс білдіреміз. Сонымен қатар... Жоқ, әлеге бумердегі өлең емес пе? Қоя тұршы, айтып олайын. Сонымен қатар, қымбат достар, біз бүгінгі кубокты басынан бастап айтып келе жатқандай, бұл кубок біз үшін өте маңызды. Бумер зор кинода деп. Тұра тұршы деймін, айтып олайын былайға. Оны айтты ма? Біз үшін кубок өте маңызды. Себебі республикалық деңгейде алғашқы рет ойнайын деп тұрғаннан кейін бүгінгі 4-1 кісінің бізге деген ыстық ықыласын білдіретін дәл осы кубок. Сондықтан қатты бетіп жалынып сұрамасақ та бүгінгі кубокты бізге берсеңіздер. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы Достық, рахмет. Көп рахмет. Достық Жайдарман тобы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының басшылығына өз алғыстарын айтады. Ондай болса, бүгінгі күлкі кубогын тамамдайтын, яғни бүгінгі кереметтей кешімізді әзіл сахнасына шыққалтырған бөлтіріктер деп хабарларыңыз деді. Шымкент қаласының арландар мен бөлтіріктері және Ерболат миллион Жайдарман тобы. Ассалаумағалейкум, мерекелеріңіз құтты болсын. Сұлулардың сөз алдым нешеуіне, математик жет алмас есебіне, жартаңдаған 25. Жарығатып қиялды жайдақ мініп, мен де келдім 20-ның бесеуіне, талтаңдаған 25. Түн ұйқысын төтмелетін, жаным күйіп өртелетін, ой пәлләй, сағым қуған 25. Ол болатын, жоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын, ой пәлләй, сағындырған 25. Ассалаумағалейкум, мереке құтты болсын. Оразадан кейін тамаша ойын болып жатыр да, ұйымдастырылғанына шүкір. Жалпы негізі ораза ағаларымызға жаққаны бәрімізге кәдімгідей ысылып қалған, өткендегі ойында кішкене сәл толықтау өтті. Менде наоборот болды ғой. Вообще салмақ тастаған жоқпын. Наоборот бәріміз тастадық, сен тастама. Иә? Мен 5 кило қосып жіберіппін. Ол неден болуы мүмкін? Или ұстамағаннан ба ол? Бәрін қойшы, азанда бір қызық болды ғой. Осы ойынға келе жатам. Алдымда бір қазақ қызбен орыс жігіт келіп жатыр. Жүре деген екеуі ше. Қазақ қызбен орыс жігіт. Бір кезде екеуі ұрысып қалды. Ана қазақ қыз бірдеңе айтып жатыр, ана орысша бір нәрсе боқтап жатыр ана. Бір кезде орыс жігіт ашуланып кетеді, қазақ қызды бір топ етіп құлатты. Ана орыс қарза болды, бір-ақ удармен құлатты. Не деген удар е? Жатқыз тастады, бір-ақ удармен жатқыз тастады. Не айтып тұрсың Мансар? Намыс жоғын ғой сенде. Бір құлатты да кересің. Сүйерде сен қарындасың болса не істейсің ал? Қарындасым емес қой, мен танимын өзім қарындастарымды. Қарлығаш салтанаттар үйде олар. Өріп құлатты ма сонда? Иә? Молодец. Мынау молодец дегеніз, вообще намыссыз екенсің ғой? Жаңа топ етіп құлаған сен қарындасың ғой. Қымбат қазір осы ойынға пойызбен келдік Марат аға. Пойызбен келдік. Пойыз қума машинамен келді ғой? Пойызбен келді. Қандай пойыз? Мен ойнап көрдім. Ойын болып жатыр да. Түсініп тұрмын ойын. Пойыз дей салу керек болып тұр да. Қой, кімді ақылы тұрсың? Тұра берші. Бірінші орын алу үшін пойыз керек па не? Иә, мінсей пойызға. Паспортың бар ма? Бар. Болды, отыр қазір алып беремін саған бірінші орын. Пойызда ғой? Пойызда мінгенек. Былай қылайықшы, нерде бүкіл арт жақта жүрген барша жігіттер қауымы бәріміз мамашкілерімізге билет алған кезде, апаларымызға, әжелерімізге билет алған кезде сразу астынан алайықшы. Камерадағы барлық жігіттерді келеді, біз сияқты жайдарманшылар әрең деген Астанаға баратсаң, ойбай, астын беш деп шығады. Сендер астына жатып келдіңдер ма? Үстіне жатып келдіңдер ма? Төбесіне жатып келдіңдер ма? Мен астына жатып келдім ғой. Қалай? Жаңа купеме бардым. Сөйтсем бір әже менің орныма жатып алыпты.
ойбай әже сіз жата беріңіз жоғарыға десем шығып кетейін дедім сөйтіп жоқ балам сиямыз деді сөйтті да болыпты да жатайын деп жатыр қасына жатайын иә дүйін сау ма ұялсың дүйін сау ма деген сендер бірінші түсініп алсаңдаршы жанымда қызы бар екен салтанат деген 96 жыл екен сөйтіп түн болды бір кезде әңгіме отырып ішеміз әжесі бар салтанаттар ішеміз әңгіме отырып бір кезде түн болғанын күттім ғой ұйықтағанын күтемін ғой бір кезде қор етіп салтанат ұйқыға кетеді ғой сөйтіп әжесі екеуміз мен әжесінің ұйықтағанын күтіп рахмет миллион командасы жалғастырамыз Сонымен тамашалаңыздар, алғашқы әзіл саябақта болған жағдай. Иә, мен кейінірек барам ғой, сол барғаннан кейін өзім не қыламын. Жоқ, ешқандай да айтқан жоқ. Иә, мақұл. Мамасыз ба? Иә. Мамасы ғой. Бұл қыздың папасы қаяқта екен, папасы? Папасы бақтаға кеткен сол. Double one, yes I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take what they can, but I run on them. Men trying to make moves, I'm a stun on them. Жалғастырамыз. Тарихтағы Шыңғыс хан моңғол емес, өзбек болса қалай болады? Қаниямда отым бар. Немеде отың бар, айтайын? Отырарда оламайаппыз, 6 ай болды. Конечно, оламайса пақандар соққанда ой. Сонымен көреміз достар, Көкпарда өте көп салым салып, журналистке сұхбат беріп тұрған Шабандоз. Қош келдіңіздер, міне біздің Шабандозымызда ортаға келді. Мақсат мырза. Қалай болды? Микрофон өзіңізде бар емес пе? Ассалаумағалейкум көпшілік. Жігіт өлмесін, бәле көрмесін деген міне. Мына Шабандоз болғаннан кейін міне білекте күш болу керек. Мына мен сияқты бар ма? Атта тұрған ештеңе жоқ, жігіттер. Міне қақы мықты болу керек. Астындағы атың ишак болса да саласын ол Чотам. Айуан екенсің ғой сені. Біреудің тойын базар қылмаңды. Байлап не қылды ғой мұна? Байладыңыз ба? Байлаған жоқ бұны. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Әділет қайда? Жігіттер, әділет қайда? Бәрің ешқандай палуан көріп тұрған жоқпын. Бәрің кім? Олжас не қарап отырсың? Ақылақсыңдар ғой, не болып жатыр мына жерде конкретно? Трос қамшы самсағы самағанда бәлесіңіз ғой. Самса дейді. Тұрады жағаласпа. Сен бар ғой, кезінде әкеңмен асыл тұқымды ақ қойған білесің ба? Орғымда. Әкем үшін кешірім сұраймын, кешірім сұраймын, бірден. Трос қамшы осы жүресіңдер. Еңбек менікі дейді ғой еще. Палуандар ғой енді, палуандар ғой енді. Қандай палуан? Шабандоз бұлар. Палуан деп кім? Жұманазарды айтады. Просто кемеге ғана отырады, күшті мақтайтын деді. Соңғысы болсын бар ғой, соңғы рет кесіп. Отырыңыздар, болды, келесі көкпар басталады деді. Дау ренжіп қалған көрдің бе сен? Сонымен жалғастырамыз. Өте қатты сумаңдап, жалмаңдап, сұқпайтын жерге басын сұғып ала бердің, жалмаңдап қалған Асаба. Мына жерге кім жазамыз? Асаба айтқан сен? Сәлеметсіздер ме әпке? Тойларыңыз құтты болсын әпке. Мынау енді той несін айтып берсеңіз, той әулеттің атын айтып берсеңіз. Әулеттің аты Манапаевтар әулеті. Манапаевтар әулеті. Той иелерінің аты? Забира деп жаз, Забира. Забира емес, Забира жаңа шығардым. Забира деп жаз, болды. Забира, одан кейін күйеуіңіздің аты? Көкемнің аты? Ай, Забира деп жаз, не қыласың көкеңнің атын? Өзім өсірдім, өзім кетірдім. Жоқ, бол керек қой, енді болмаса да әке орнына әке деген сияқты сонда жазып қойым керек та мен қазір. Жоқ, көкең. Жазып кеткенсіз ба? Тастап кетті ма? Мына не айтты? Болды, карантинде кетіп қалды ма? Болды. Жағдай қиын болған екен. Басқа қатын алып кеттім әпше. Немене айтып жатсыз сіз? Көңіліне тиді тойдың шырқын бұзыңыз, қандай Асаба сөзі? Кісі кім? Үлкен қызым мен. Ұқсамайды, асырап ағыстыр ма? Жоқ, мен айтып өтім. Сіз кім? Әпке жездемен шығасыз ғой сіз да? Пасыңызды түсіндім. Не қыласыз? Атыңыз кім? Елмира. Елмира. Күйеуіңіздің аты? Жоқ. Не бере екен? Үйлеріңізге еркек шақ келдірмейсіздер ме? Жазып қой керек та нерге? Сіз несіңіз? Әйгерім Құдияр деп жаз. Әйгерім Құдияр. Күйеуіңіз бар ғой да? Жоқ, сондай біреуге тиіп алам.
рахмет. Жаңа енді бір байқап жатырмыз, арт жақта ары бері жүрміз. Бәрі шығады да Марат ағамызға. Үйленбей ма, бірдеңе материалдары жоқ басқа. Марат ағам жүргізбесе материалсыз қалайын деп тұр да. Бәрі өйтіп негізі айта бергенше көмектес тұрсыз ба? Әңгімемен әшейінше болмайды. Қалың малын тауып бер, беташарында палау ұнап бер деген. Сондай бір материалдық тұрғыда. Мен жаңа ойладым да, ақыры халықтың көзіне түсіп жүрген жігіттеріміз дұрыс па? Неше түрлі жақсы игі істерді істеп жүрміз. Бір Марат ағамызға жақсылық жасап жүрмейміз ба? Халық бізге қарап отыр ғой. Дұрыс, болды. Кім түсірдіңіз телефонға алып берші кім? Біреу түсір жүрсеңіз телефонға. Инстаграмға салып жүреміз, бәріміз айтамыз. Нұрсұлтан Үсенов бар, Нұрсұлтан Жақсыген бар, бәріне салдырамыз. Жиналады ғой, көпшілік қой. Болды, кеттік. Ассалаумағалейкум мұсылман бауырлар. Сіз егер 36 жасқа дейін келіп үйленбесеңіз, қайтер едіңіз? Ал біздің 36 жасқа дейін үйленбей жүрген Марат деген ағамыз бар. Қымбатты бауырлар, бармақ бірігіп, ине ілігіп, осы ағамызға үйленіп кетуіне жәрдем берсеңіздер дейміз. Құрметті бауырлар, көп түкірсе көл деген. Мейлі 100 теңгеден болсын, мейлі 50 мың теңгеден болсын. Марат ағамыздың қалың малына көмек қолын ұсынайық. Мамандардың, яғни жеңгелеріміздің айтуы бойынша бойдақты өте асқынып кеткенге ұқсайды. Қазақстаннан ешқандай қыз табылмай жатыр екен. Сондықтан Турцияға барып қыз табу керек екен. Қызды көрген сайын 15 кетеді деген бауырлар, қолымыздан келгенінше көмектесуге тырысайық. Егер де көмектесем десеңіздер, біздің Каспий Голд номеріміз 8775 085 36 36. Рахмет, баршаңызға Марат ағамыз алғысын білдіреді, біз де алғысымызды білдіреміз. Ынтымақ пен бірліктің арқасында Марат ағамыздың үйінен ыстық шай ішсек па дейміз, қымбатты мұсылман бауырлар. Сіздердің алдарыңызда өскен миллион командасы келесі қайырымдылық Қуатжан ағамызға. Рахмет. Ондай болса, бүгінгі күлкі кубогы соңына келіп жетті. Құрметті әділқазылар алқасы, сыртқа шықпай-ақ, дәл сол жерде отырып ортаға. Олжас, сен ортаға келе қойса, жеңілдеусің ғой. Мәкең алдына келіп, бүгінгі жеңімпаз, 3 жеңімпаз, яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші орын кім екенін өздеріңіз анықтай беріңіздер. Ал мен барша бүгінгі ойынға қатысқан командалардың мүшелерін ортаға шақырып беріп отырмын. Келіңіздер. Бүгінгі осындай керемет ойынның өтуіне өз ықпалын жасаған Шымкент қаласы ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасына және жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды жеткіземіз. Ал, ондай болса, құрметті әділқазылар алқасы, өз шешімдеріңізді әзірге айтпай тұра тұрыңыздар. Бүгінгі ой туралы пікірлеріңізді айтсаңыздар, сахнада тұрған барлық команданың мүшелері осындай кереметтей Жайдарман футболкасы, кепкісімен тұрған жайлары бар. Мінекей Қанатжан да келді. Ал, көстімесін Жайдарман тобының капитаны Азамат Садуақасов. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Ассалаумағалейкум, Мәке. Жалпы командалар бөліп жаруға болмайды негізі. Басындағы командалар ол менің түсінігім бойынша өте жас командалар, Мәке. Бірақ дегенмен дайындалып арнайы біз үшін дайындық болып келгеннен кейін сіздердің алдарыңызға бас иеміз біз. Және де негізі КВН-нің жалпы кез келген мынандай үлкен іс-шаралардың көркі, яғни қолдаушылар ол халық болғаннан кейін бүгін халық жоқ, тіпті қиын болды командаларға. Сол себепті бүкіл командаларға алғыс білдірем. Және де осы бүгінгі Жайдарман ойындарын ұйымдастыру үшін рұқсат еткен жаңағыдай жоғарыдағы үлкен кісілерге алғыс білдіреміз. Және де Достаев Марат деген бауырымызға, ағамызға арнайы алғыс білдіреміз. Рахмет, Жайдарман керемет болды. Сіздерге рахмет. Қуатжан Базарбаев, Арыс КВН командасы. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум барша жайдарманшылар. Енді біз дәл осындай сіздер сияқты біз осындай көрерменсіз ойнаған жоқпыз. Бұл көрерменсіз ойнау деген кәдімгі негізі өте қиын. Ол 4 адамды шыңғыртып күлдірту де қиын негізі. Әрине.
Иә. көрерменмен ойнап бір алған кезіміз бар деп еске салып қойыңыз. Иә. Кете беріңіз. Одан кейін жалпы бүгін ойын өткендегі ойынға қарағанда кәдімгі көрерменсіз болса да маған ұнады енді. Бірақ енді бар енді кішкене дайындықтар ал басында шыққан командалар, сондықтан да жігіттер сақтарың сынбасын, тоқтамаңдар. Ұнаған командалар маған Төле би және де капитан және де миллион. Жігіттер тоқтамаңдар, сәттілік. Рахмет. Нұр Отан партиясы атынан келіп отырған Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Мұрат Жолдықожаев мырза. Ассалаумағалейкум. Мынау ойын өте жақсы өтті. Марат, мынау 5 команда, аты жоқ, капитан, Төле би, Достық, миллион, осы 5 команданың ойыны жақсы ұнады. Енді болашақта мынау қазақ КВН дамиды деп сенеміз. Сіздер болып, біздер болып, осы жастарға қолдау білдіріп, мынау елге осындай күлкі сыйлап, мынау қазақ КВНіміз алға басып, Жайдарман алға басып, дами берсін. Тек жақсылық болсын. Мынау карантиннен аман есен құтылып, мынау халықпен бірге тойлап, үлкен осындай сахналарда, осындай үлкен нелерде тойлай берейік. Жақсылық болсын, еліміз тыныш болсын. Барлықтарыңа сәттілік. Енді кем-кетістік болады. Керуен жүре келе түзеледі дейді ғой. Енді жастар қанаттарын талмасын. Тек жоғарылай беріңдер. Құда қаласа тек жақсылық, барларың отбасыларыңа аманшылық, еліміз тыныш болсын. Жақсылық болсын. Көп рахмет. Ал ондай болса, құрметті достар, бүгінгі ойынның нәтижелеріне де келіп жеттік. Диплом. Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы, жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен күлкі кубогы қалалық Жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысқаны үшін мега Жайдарман тобы марапатталады. Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен күлкі кубогы қалалық Жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысқаны үшін Самал 3 Жайдарман тобы марапатталады. Дәл осындай мәтінде, яғни Жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысқаны үшін саяхатшы Дара Жайдарман тобы марапатталады. Дәл осындай мәтінде Жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысқаны үшін Оқымуда оқимыз Жайдарман тобы марапатталады. Дәл осындай мәтінде бүгінгі ойынымызға белсене қатысқаны үшін Абырой Жайдарман тобы марапатталады. Don't give it up, baby. Don't keep me here waiting. Tell me what am I to do? I've had it. Дәл осындай мәтінде белсене қатысқаны үшін Айсберг Жайдарман тобы марапатталады. Дәл осындай мәтінде белсене қатысқаны үшін Достық Жайдарман тобы марапатталады. Және тағы да бір осындай кереметтей белсене қатысқан үшін деген бізде кереметтей сыйымыз бар, марапатталатын капитан Жайдарман тобы. Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасы, жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен күлкі кубогы қалалық Жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болған Төле би Жайдарман тобы марапатталады.
диплом Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы жастар ресурстық орталығы ұйымдастыруымен өткен күлкі кубогы қалалық жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысып жүлделі 2-ші орынға ие болған аты жоқ жайдарман тобы. Және де бүгінгі ойынның жеңімпазы, яғни толығырақ айтатын болсақ, Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен күлкі кубогы қалалық жайдарман ойындардың арнайы жобасына белсене қатысып, жүлделі 1-ші орынға ие болған миллион жайдарман тобы.